Ағылшын тілі формуламен бүгін біз сіздермен осы кітап өте қызық, оқып көр деген сөйлемді ағылшын тіліне аударатын боламыз. Бірінші бізде осы деген, ол бізде сілтеу есімдігі. This кітап, book, is, неге is'ді қолданғанымызды қазір түсіндіретін боламын. Өте қызық, very interesting. Яғни ағылшын тілінде сөйлемнің барлық сөйлемде міндетті түрде етістік болу керек. Егер де ол сөйлемде етістік жоқ болса, біздің сөйлем секілді, біз оны өздігімізден шаққа байланысты әкеп қоямыз. Яғни осы сөйлемде бізде is етістігі тұр. Не себепті? Потому что біз кітап туралы айтып жатырмыз. Ол бізде жансыз зат, it. Яғни біз he, she, it пен is to-be етістігін қолданамыз. This book is very interesting. Оқып көр, read it. Егер де сен де ағылшын тілін осылай формула арқылы қазақ тілімен байланыстырып, наконец-то сөйлеп үйренгің келсе, алда болатын менің А1, А2, Б1 деңгейіне арналған бастаушыларға арналған курсқа супер жеңілдікпен қатыса аласың. Толығырақ профильдегі сілтемемен біле аласың.